Selametlerimi. Bugün biz videomuzda yeni alaş ret, yani menin yeni birinci retim informatika pəninin ENT tapsırıp koyuyoruz. Bunu men aldığım kapta deyin bir muallim dostumdan estigen edim. Bul жерде деген Prop ENT Test Center деген bir sayt var eken. Siz bunu tabu için oslayışça жазсаңыз болады. Алдымызға bizning ең birinchi öz деген Prop Test Center деген saytımız keledi. Бұған кіресіздер. Kirген кезімізде бұл жерде толтыру немесе тіркелу дегендей нәрсеміз жоқ. Мына жерге дұрыс емес бір нәрсе жазсаңыз да doğru кіріп кетеді екен. Мына жерде көресіз, әрі қарай деген кезімде енді кіріп кетті. Бұл жерде енді біздің деген қазақша, бұл жерде өзіңізге байланысты деген тілді таңдасаңыз болады. ұбт мен пәндер таңдаған кезінде математика, информатика пәнini таңдаймын. Testlerді бастау дейміз. Енді бұл жерде деген Қазақстан тарих, математика сауаттылығы, оқу сауаттылығы, математика бұлардың барлығы бар. Бірақ мен бүгін тек қана математика, информатика пәнінен шешемін. Бір кіріп көрдім, бірақ мен сұрақтарға қараған жоқпын. Yani қалай кіріледі соны үйрену үшін кіріп көрген еді. Бірақ сұрақтарға қарамадым. Yani мен де сізбен бірге қандай сұрақтар шығуы мүмкін немесе қандай сұрақтарға ұқсас сұрақтар шығады, соны бірге көретін болып кетеміз. İnformatikаны таңдайық. Бірден бұл жерде қарайық қанша сұрақ бар екен. Бұл жерде 35 тан сұрақ бар екен. Енді көреміз қанша қалады екен. Сенімділік үлкен, есте сақтау құрылғысы. Бұл жерде біздің жауабымыз әрине қақылы шығады деп ойлаймын. Келесі сұрақ өтейік. Егер сұрағымыз санжар Google Drive-та өзінің кіріспе нұсқасын есептеуде пайдаланылатын құжаты. Google кесте шығар. Белгіленген сақ болып кеткен. Келесі. Шешімді қабылдау үшін мәліметтердің жеткілікті болуын немесе солардың негізінде жаңа деректер құрылымын сипаттайтын қасиет. Сұрақ деген шыны керек. Мәліметтердің жеткілікті болуын және олардың құндылық, толықтылық. Бұл жерде білген жоқпын бұл сұрақты. Бұны деген қарап көру керек. Бұл қателеспесем 9-шы сыныптың информатика кітабында болу керек. Бұл жерде бірақ мен толықтылық деп белгілеген келеді. Келесі сұрақ. Python программалау тілінде шартты тексеруге арналған оператор. Әрине бұл жерде if else. Бұған байланысты видеом бар. Оны деген арнада көрсеңіздер болады. Бүкіл әлем бойынша орналасқан зақымдалған құрылғылардың желісі. Зақымдалған деген сөзге бұл жерде түсінген жоқпын. Зақымдалған. Бұл жерде транслейт бір қалан дейік. Тек қана сөз алсақ, зақымдалған не мағына келеді екен. Бұзылған дейді. Орналасқан құрылғылардың желісі. Дос, шабуыл, ботнет. Бұл сұрақты да дұрыс білген жоқпын. Yani, толық деген жауабынан қанағаттанам емес, бірақ деген ботнет деген дос шабуыл, yani бір жерге деген DDoS деп айтылады. Yani шабуыл жасау, yani барлық деген бірнеше компьютермен бірге. Бұл жерде ботнет бекен деп ойлаймын. Келесі сұрақты көрейік. Берілген сызбада процессордың көрсетілмеген бөлігі. Жад, программа деректер, процессор, басқару құрылғысы, кіру шығу, шиналар болар кі, арифметик лайфхак. Ал бұл да doğru деген кітаптан алынған. Мен қазір деген бұл жерде регистрлар блогы деп кетемін. Белгілі бір тапсырманы орындауға бағытталған программалық жасақтама. Қызметтік қолданбалы. Қолданбалы шығар. Бұл жерде басқа бір не? Қолданбалы бар, жүйелік бар, бірақ деген бізде қолданбалы кетеді. Бұл жерде Word, Excel сияқты программаларды сұрайды. Қателеспесем. Қазір компьютерлік мәтіндік құжаттарда
Simvoldарды kodдау стандарты таралған Unicode 8 биттік болу керек, себебі 256 ақпарат сақтайды. Келесі сұрақты көреміз. Деректер қорында негізгі кестенің бір жазбасына бағынышты кестенің бір жазбасы сәйкес келуі. Кестенің бір жазбасына бағынышты кестенің ал бұл жерде де деген деректер қорын білсем де бұл сұраққа толық нақты жауабым жоқ. Көптен көпке, мен бірақ бұл жерде бірден көпке екен деп ойлаймын. Барлық шектеулер мен қиындықтарды бір сәтке ұмытуға мүмкіндік беретін шынайылық. Аралас кеңейтілген виртуалды гибридті. Барлық шектеулер мен қиындықтарды бір сәтке ұмытуға мүмкіндік беретін шынайылық. Бұл сұрақтар шыны керек. Бұның информатика қандай ладно, жақсы. Жақсы, бұл жерде деген виртуалды деп таңдаймын мен. Алгебра пәнінен формативті бағалау мен үздік оқушыны олимпиадаға іріктеу. Жақсы, бұл жерде деген бізге деген Excel'дегі формуланы сұрап кетеді. Яғни 10 болса, жоқ. Мына жерде 8 де үздік деп тұр, көресіздер. Яғни 8 және 10-нан жоғары болса, 8, 9, 10 болған жағдайда үздік, ал 8-ден төмен болған жағдайда болса үздік емес деп жаздыру керек. Яғни бізде бұл жерде С бағанындағы формулалар сұрап кетеді. Ол да деген B2 қазір міне мынау жауап дұрыс сияқты. Неге десеңіздер, себебі бұл жерде 8-ге тең және 8-ден үлкен болу керек. Ал мына жерде тек қана 10, онан кейін үлкен дейді, 10-ға тең 10-нан үлкен болар, дұрыс емес. Бұл жерде жауабымыз С болып кетеді. Бұл тақырып шын керек жақсы тақырып, мен ойымша пайдалы екен деп ойлаймын. Себебі мына жерде 8-ге тең және 8-ден үлкен. Тек қана B2-ге қарап мына жерге сіз деген жазасыз. Дұрыс болған кезде үздік, дұрыс емес болған кезде үздік емес деп шығады. Или дегеніміз екі жағдай бар. Екеуінде қабылдаймын деген мағынаға келеді. Яғни бұл жерде екі жағдай сізге берілген. Если дегеніміз егер деген мағынаға келеді. Бұны деген сізде Word, яғни Microsoft Excel бар болса жазып көрсеңіздер болады. Программа нәтижесінің мәні. Ал бұл жерге келген кезімізде Python сұралды, өте әдемі. Енді бұл жерде қараймыз. Егер A-мыз бірден үлкен болса, және A-мыз B-дан кіші жағдайда B-ға біз 7 қосамыз деген. Егер A-мыз бірден үлкен болса, және A-мыз B-ға тең болса, онда B-ға 4 қосуымыз керек дейді. Бұл жерде әрине біздің бұл жерде екінші деген неміз дұрыс болып кетеді. Неге десеңіздер, себебі жоғарғы жағдай, мысалы, бұл жағдай дұрыс болғанымен бұл жағдай дұрыс емес. Яғни, мына жердегі бұл шартымыз дұрыс болмағандықтан B қосылған 7 болмайды. Ал бұл жерде бұл дұрыс. Неге? A бірден үлкен бе? Иә, үлкен. A мен B тең бе екеуі? Иә, екеуі бір-біріне тең көріп тұрғаныңызда, соның үшін төмендегі болып кетеді. Бұл жерде жауап, яғни бұл нені білмейтін болсаңыз, қосу теңдеу дегеніміз біздің мысалы B мына жағында да 4 берілген. Бұның мағынасы болса, бізде B тең болады, B қосу 4 деген мағына келеді. Бұл жерде біз алдыңғы мәнін аламыз, 2 болады, 2 қосу 4, 6 болып кетеді. Бұл жердегі біздің жауабымыз енді 6 болуы керек. 6 болуы керек. Келесі сұрақты көрейік. Берілген кестеде соңғы нәтиже өшіріліп қалған кестені баған бойынша толтырғандағы мәндері. Жақсы, мәндеріне жеке-жеке көріп кетейік. Бұл жерде біздің деген A-ның үсті болған кезінде білесіздер, инверсия болып кететін еді. B мен S қосылған кезде бұл жерде 0 деген қазір. Бізге тек қана кішкене мына жерде көрінбей тұр. Мынау және деген белгі ұқсап кетеді. Және деген белгі ұқсап кетеді. Және деген белгіміз болған кезінде біз көбейтуіміз керек.
2'ni köbeytmemiz gerek. Bul jerde kişkene degen esepteytim bolsak, daha bir esepteyip keteyik. Esepteyip ketetim bolsak, bir men noldiki, eng birinchisi nol boladi. Ikinchisi 1 men 1'diki 1 boladi. Üçüncüsü 1 men 1'diki bul jerde 1 bolup gerek. Dördüncüde 1 bolup gerek. 5, 6, 7, 8 barlığı bul jerde 0 bolup gerek. Sebebi körüp tursuzlar, anın barlığında mender 0. Yani 0 men 1'de köbeytken kezimizde boladi. Buna jerde körüngen jok, birak muну belgi uksap ketedi. Bul da degen and degenimiz bolsa jene degen maana keledi. Jene degenimiz köbeytүү retinde bolup ketedi. Soň üçin bul jerdegi 2'ni biz degen 2'nin netijelerini koyup ketemiz. Bunda cevap var mıken 0, 1, 1 erine S cevabımız durus bolup ketedi. Bular getirip tasayık. S cevapты tandaymız. Kelesi köp kestilik direkler konumunun kestilerin biriktireten kilitlik örüs. Bul jerde ID name dep ketipti. ID name ID key bolup gerek, katelesmesem. Жақсы ID name şar dep oylайм. Себеби калгандары дурус эмес шар. Type tür деген, price багасы деген, адрес yani булар болмау керек. Бөлүмчө SQL сурагы бул. PHP коду HTML teklerinin mına simvollar men arkalı ajratılады deydi. Al bu suratda şunu gerek bilgen jokman. Yani bul jerde karap көрген кезimde PHP'ni men dım görmedim özüm. PHP dep жазып көрейік. Қаша не шығады екен? PHP кірген кезімізде қысқаша мына жерде өзің деген нелер берілген бе? Documentation'ga кіріп көрейік. PHP сұрақ белгісі қолданылады екен. Мына жерде көріп тұрсыз. Үлкен және сұрақ белгісі қолданылады екен. Мына жерге сұрақ белгісін таңдап кетеміз. Бұны білген жоқ. Шынымен де PHP көрмедім. Нейронды жел түріне жатпайтын желі. Bir бағытты, көп қабатты, bir текті, bir қабатты. Bir қабатты болған кезде де артжағына қайталады. Бұл жерде bir текті екен деп ойлаймын. Bir текті болуы мүмкін. Себебі нейрон bir бағытты ve көп қабатты бола алады. Осы bir қабатты толық есімде емес. 17-ші сұрағымызда süt өнімінің ең жоғарғы деңгейдегі майлылығын анықтайтын ұяшық диапазонын көрсетіңіз дейді. Майлылығын анықтайтын. Жақсы, бұл жерде майлылығын анықтайтын диапазон біздің S3 және S6 аралығында болуы керек. Бұл жерде максимум табу керек сияқты. Себебі барлық жауаптарда максимум бар. Ал неге бұл жерде ол көрсетілмеген, оны да білген жоқпын. S3, S6 S6 сондай жауабымыз бар болса, бұл жерде жауабымыз да болып кетеді екен. Келесі сұрақ өтеміз. 97-10 бұл деген екілік, бұл болса өрнектің мәні. Енді бұндай есеп бізде деген 10-шы сыныпта, информатиканың 10-шы сыныпында шығады. Бұл жерде бағалан біз төмендегі, бұл база деп айтылады, базаға алмастыруымыз керек болады. Ең біріншісі біріншіні, яғни 97-ні аударуымыз қажет емес. Неге? Себебі бұл 10-дық базада берілген, төменде де 10-дық барлық тұр. Ал екіншіні аударуымыз керек. Бұны біз қалай аударамыз? Бізге деген берілген санды мына жерге жазып кетейік. 1, 0, 0, 1, 1 тағы 2, 1 берілген. Бұл жерде оқушылар ең арттан бастаймыз. Ең арттағы деген цифрдан бастаймыз. 1-ден 1 көбейту 2-нің 0-шы дәрежесі деп бастаймыз. Екіншісі болса біздің 1 көбейту 2-нің 1-ші дәрежесі. Ал үшіншіміз болса біздің 1 көбейту 2-нің 2-ші дәрежесі. Төртіншіні жазған кезімізде болса біз 1 көбейту 2-нің 3-ші дәрежесі. Ал бесіншіде біздің 1 көбейту, мына деген қателестім, бұл жерде 0 екен. Біріншіге 0-ды беріп кетемін, бұл жерде қателестім. Бұл жерде де 0 көбейту 2-нің 4-ші дәрежесі деп жазамын. Ең соңғы болса, бұны жазған кезімізде енді
bizning 1 көбейту 2'nin 5-ci dərəcəsi deb ketedi. Bulardan degen mənlərini hesablayıb şamız 1 көбейту 2'nin 10-cu dərəcəsi 1 boladı. Tümendeki 2, bul bolsa 4. Bul yerdə 0 көбейту 2'nin 3-cü dərəcəsi 0, 0 көбейту 2'nin 4-cü dərəcəsi 0 olub ketedi. 1 көбейту 2'nin 5-ci dərəcəsi 32 olub gerek. Ondan keyin bul yerdə çıxan mənlərin bağlarının summasını tabamız 32 qoşu 4, 36, 36'ya 2'ni qoşsaq 38 және 39 boladı. 39 10'lık boladı ekan. Onda buna şey yazıb qoyaq. 39 10'lık. Endi ikincisini 8'lik degende tabatın bolsaq ne boladı? 15 15'ten art jaqdagıdan başlayımız. Bul yerdə 5 көбейту 8'nin 0-cı dərəcəsi және 1 көбейту 8'nin 1-ci dərəcəsi. Bul yerdə 5 көбейту 8'nin 0-cı dərəcəsi 5-ге тең, 1 көбейту 8 8'ге тең болады. 2'ni qoşsan kezimizde 13 olub ketedi. Endi biz degen 97'den 97 çıgaramız 39. 39 kesiştiresiz. 36 dep yazıpın. 39'da çıgaramız. Al deyin 13'lü olsa qoşup ketemiz. Biz 97'ye bassa 13'lü qoşsan kezimizde qancha boladı? 110 boladı. 110'dan 39'da çıgaratın bolsaq, bul yerdə bizning cavabımız 61 bolu gerek. Qaraymiz buna yerdə 61 degen cavab barmı? 97 qatelik verdik ben. 97 qosu 13. 13'ten 32, 36, 38, 39. 8, 5, 13. Al bu sıraqdın cavabında ökünç göre 61 жоқ. Yani 31'de belki qatelesip yazıp ketken şarlar dep oylayman. Biroq hozircha boş qaldırmaslik üçün, yani bu sıraqdın cavablarında qate, yani dürüst cavab жоқ. Cavablarda men qate eseptеген жоқпын ғой да. Жоқ, 1 көбейту 8. Жоқ, бұл жерде деген мен 15, 13, iya. Men qate eseptemеген сияқтымын. Бұл жерде деген сұрақтың жауаптарында бір қателік бар. Немесе 65, немесе бұл жерде 31'де қате жазып кеткен. Бірақ сіз қалай есеп шығарылатынын түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Бұл сандық жүйесі 10-шы сыныптың кітаптарында бар. Келесі сабақтарда бұйырса мен де сіздерге бір видеомда түсіндіріп кетемін. Бұл жерде қазірше кетіремін де 31 дегенді белгілей саламын. Endi 19-cu suraqqa kelген kezimizde mekeme kestesinin ID2 жолундағы күнді датаны, яғни жаңартылған нәтижесін көру үшін төменде келтірілген скриптті орындау қажет. Қай скриптті орындаумыш қажет деп сұрайды. Жақсы, бұны деген бір деген шешуге тырысайық. Select from барлығында бар. Жақсы, мекемеден таңдаймыз. Where ID2 болып кетеді. Where ID2. Bu yerdə where ID2 boladı. Qalğanları set degenimiz. Yani bir nərsəni dürüstau, delete degenimiz, udalить, yani ketiru, update degenimiz onu жаңарту болып кетеді. Бұл жерде тек қана болып беретін жауап A. JavaScript мүмкіндіктеріне жатпайды. Батырмалар арқылы жауап беру, ойындар құру, анимация құру, алгоритмді тексеру. Анимация құру болмайтын шығар деп ойлаймын. Қалғандары болады нақты. Анимация құра аламыз ба? Бәлкім JavaScript мен анимация детіп болатын шығар. Әрине, себебі деген бұған мүмкіндік бар. Батырмалар арқылы жауап беру, ойындар құру, алгоритмді тексеру. Yani бұлардың барлығы бар деп білемін. Бәлкім осыда қателескен болуы мүмкін, бірақ деген анимация құру, бұлар деген үлкен мультик жасай аламыз ба, немесе анимация жасай аламыз ба деп ойлаған шығар, және бұны қойған шығар деп ойлаймын. Негізінде анимация құру мүмкіндігі де бар. Мен қазірше осыны белгілейін. Екі жауап арасында қалдым. Сұрақ нақты белгілемес. Сұрақ нақты белгілегеннен емес, мен де бәлкім білмейтін шығар. Келесі сұрақ өтеміз. Бұл жерде бұл деген шынымен де деген енді информатика программирование сұраған. Есептің шартында қолданылған алгоритм түрі деп кетеді. Бұл жерде цикл қолданылмаған, бұл бола алмайды. Сызықтық болуы мүмкін, тармақталған болуы мүмкін. N0-дан үлкен болған кезінде, N5-тен үлкен болған кезінде, M0-дан M3-тен сызық деген емес, цикл деген емес, бұл жерде тармақталған шығар деп ойлаймын. Себебі тармақталғандарда біздің
bir neçe şartımız bolup ketedi. Bol жерде de bizge bir neçe şart körsetilgen. Bir neçe şart körsetilgen. Kişiyiz. Şey koyayım. Aldığımı surakta cevaptadık mı? Ya tarmaqdalan cevaptadık. Bol жерде and logikалық amalı qosu aldığımı surakta aytqanda bol köbeytүү bolup ketedi. And degenimiz және деген ma'na keledi. Yani ikisi de bir bolmasa, biri nol bolsa da sizin cevabınız nol bolup ketedi. Kelesi surakka kelgen kezimizde jеңiz programmaga N6, M4, K2 мәндерин ингизгенде programma толук орындалмады. Programmanın толук орындалмай турган жолу. Бұл жерде қараймыз. N6 жақсы. N6 енгізген кезінде бірінші шартымыз дұрыс болады. Бірінші шартымыз дұрыс болады. Онда деген 6 көбейту 350. Бұл дұрыс жасау керек. Мына D болмайтын шығар деп ойлаймын. Неге басқа деген бір қателік бар ма? Бәлкім мына жерде бос орын қалды деп қателік болуы мүмкін. Мен қазірше деген мына белгіні белгілеп кетемін. Орындалмай тұрған жолы, орындалмай тұрған жолы осы болады. Неге десеңіз, себебі бұл жерде m деген санды енгізілген жоқ. Бұл жолдағы m сұрайды, яғни m қайда деп сұрайды. Жоқ, m'ді енгізіп қой, қателестім. M4 дейді, жақсы ма? 4 0-ден үлкен болған кезінде, 3-тен кіші болған кезінде бұл дұрыс жұмыс жасамайды. Яғни осы тағы жұмыс жасамайды. Бұл жауап болады екен. Енді біздің келесі сұрағымыз 24-ші сұрақ. N3 M2 K4 мәндерін енгізген кездері нәтижесі. Жақсы, бұны бір есепте көруіміз керек. Ең біріншісі біз деген 3 пенен 3-ті деген n-дің орнына қойған кезімізде біздің n1-іміз не болады? Мына жерде n1 бар. n1 тең 3 көбейту қанша болып кетеді? 350 болып кетеді. 350 болып кетеді. 3-ке көбейткен кезімізде 700 1050 болады. 1050 болады. Ал біздің m-ді қараған кезімізде n1-іміз біздің не затқа тең? n1 тең болады. 2 көбейту 600 болады. 2 көбейту 600-іміз біздің 1200 болып кетеді. Үшіншісі болса K1. K1-ге деген біз деген 4 берген кезімізде бұл жерде 4 көбейту қанша болады? 800 болады. Бұл жерде де 3200 болып кетеді. 3200 болып кетеді. Бұндай жауап бар ма? 1050, 1200, 3000. Иә, бұл жерде жауап бар екен. D жауабы болады. Яғни сіз деген бұл жерде берілген мәндерді мына жерге қойып шығасыздар. Себебі деген сол жерде ғана есеп бар. Оған ұқсас есептер немесе if-ті үйренгіңіз келсе деген каналда бар. Оны деген азаны қарасаңыздар болады. Python қазақша, Python есептер кішкене олимпиадаға деген көп деген мән беріп кеткенмін. Кейбір Python есептерінде, бірақ деген Python қазақша кіріп азғана деген танысаңыздар болады. 25-24 бұл жерде егер анасы 3600 теңге берген болса, жеңіз 3 килограмм алма, 2 килограмм банан, 1 килограмм мандарин алуға ақшасы жетеді ме? Ақшаның жететінін немесе жетпейтінін білу үшін программа соңына жазылатын дұрыс код жолдары. Егер бұл жерде жақсы 3600 теңге берген болса, яғни сома үші қосылған 3600 теңге берген болса, ақшасы жетеді ме, жетпейді ме? Бұл жерде біздің жауабымыз қателеспесем бірінші болып кетеді. Неге? Себебі қалғандарына қарадым. Бұл кіші деп айтады, яғни берілген ақша бұл болса тек қана тең деп айтады, ал бұл болса дұрыс емес. Біздің деген үлкен кіші белгіміз, үлкен кіші белгілері теңдік белгісінен алды келу керек. Соның үшін бұл жерде жауабымыз A болып кетеді. Келесі сұрағымыз 26. Қазақстанның өзендерінің ұзындығының диаграммасының түрі. Гистограмм емес, аймақтармен дөңгелектік, біржақтылық, сызықтық, нүктелік. Осы екеуін белгілеп көрейін.
Döngелек сызыктык эмес, Instagram эмес. Я казакча аттарында кичкене унутуп калыпмын. Осы экөө экен деп ойлоймун. Келесі сұрағымыз 27. Сандардын ондық санау жүйесінде аударғандағы мәндері барлық мәні бірге берілді ме екен? Неге бұндай берілген? Жақсы. Бұл мәндерін есептейік. Мана түрде есептейміз. Яғни бізде деген бір екілік болған кезде, бұлар екілік болған кезде не болады? Бір көбейту 2-нің 0-ыншы дәрежесі, бір көбейту 2-нің 1-ші дәрежесі және бір көбейту 2-нің 2-ші дәрежесі болып кетеді. Бұл жерде бұл 4 болады, бұл болса 2 болады, бұл болса 1 болады, яғни жауап 7 болады. Екіншісі болса 8 болған кезде болса, енді біз деген әр біреуіне 8-ге көбейтеміз. Мысалы, біріншісі 1 көбейту 8-нің 0-ыншы дәрежесі, яғни біздің базамызға қосылады. Екінші санымыз 1 көбейту 8-нің 1-ші дәрежесі, бұл 8 қандай болып кетті. Үшіншісі болса біздің тағы 1 көбейту 8-нің 2-ші дәрежесі. Біздің 8-нің 2-ші дәрежесі 16, 16-ға 8-ді қосамыз. Қанша? 24, 25 болады. Бұлардың суммасын алған кезімізде 25 болып кетеді. Ең соңғысы 1 болған кезде 16 түрде есептейтін болсақ, 1 көбейтілген 16-ның 0-ыншы дәрежесі, екіншісі 1 көбейтілген 16-ның 1-ші дәрежесі, үшіншісі болса 1 көбейтілген 16-ның 2-ші дәрежесі. Бұл жерде 16-ның 2-ші дәрежесі 256-ға тең болу керек, қателеспесем. Бұлардың барлығын суммасын алған кезімізде 256 қосу 16 қосу 1 болып кетеді. Кешіріңіз. Мына жерде қосу 1 немесе 17 жіберейік. Бұл қайдан келеді? 17 дегеніміз жоғарғыдан келеді. 16-ның 0-ыншы дәрежесі 1-ге тең, 1 көбейту 1 болады. Бұл жерде 6-ға 7-ні қосқан кезімізде 3, 5-ге 1 қосамыз 6, 7 және 2 болып кетеді. Сандардың ондық санау жүйесіне аударғандағы мәндері. Енді 7, 25, 273 деген бір жауап жоқ. Бұл жерде тек қана 273 бар, яғни сұрақ, 7 бар екен, 25 бар ма? Мұна қате жасамадым. Мұнаны қате жасаппын мен, кешіресіздер. Неге? 8-нің 2-ші дәрежесі қаншаға тең? 8-нің 2-ші дәрежесі 64-ге тең. 64 қосу 8 72 болады. 72-ге 1-ді қосқан кезімізде 73 болады. Яғни біздің жауаптарымыз 7, 73 және 273 болып кетеді. Осы үшеуі дұрыс болу керек. Келесі сұрағымыз. Краудфандингде қайырымдылық ретінде ақша беретін тұлғалар. Сатушы, инвестор, бірінші. Авторлар, бәлкім донор да болуы мүмкін. Шын айтылуы мүмкін. Бірақ бұл жерде кітаптан бір қарауым керек. Себебі дәл деген қазақ тілінде қандай аталып кетеді, оларды деген нақты есімде емес. Келесі, бір түйіннен екінші түйінге ақпаратты жіберу, алу, табу үшін қажетті бірегей мекен-жай. Бұл жерде IP мекен-жай бола алады. Протоколда соның ішіне кіріп кетеді және домен. Бұл үшеуіне таңдаймын мен қазірше. Себебі табу деген имейлде жоқ. Yani қазірше осы үшеуін таңдаймын. Бәлкім ойланып қалғанның себебі HTTP бола ма екен деп ойланып қалғаным. Келесі сұрағымыз. Тіркеу куәлігінің иесі ұғымдарын сипаттаңыз дейді. Бұл қалғандары 11-ші сыныпқа байланысты сияқты. Мен 11-ші сыныптың деген бағдарламасын шыны керек көп оқыған жоқпын. Компьютермен ақпараттық техника пайдалана білу. Ақпарат тұтасының қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Өз атына тіркеу куәлігі осы болуы мүмкін. Жабық кілтке ие жеке немесе заңды тұлға. Пайдаланушы ақпарат беру тәртібін белгілеу. Талаптарға куәландырушы орталық ЕЦК заңда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау үшін беретін қағаз немесе электронды құжат. Бұл да болуы мүмкін. Ақпаратта техниканың көмегімен ішінара келісуді қамтамасыз етуші.
Bilmedim. Hazırcha o sekund belgilep ketemin. Sızba ko'rsatilgan loyikalık funksiyalar. Bul жерде б'dan doğru шығатын сияқты. Басқа себеп бұл жерде бір нәрсе жоқ. Бұл төртбұрыш белгісі. Ал төртбұрыш белгісі мен просто арғы түрде көрген едім. Үшбұрыш және деген мынандай түрде көрген едім. Бұл да деген қазір нақты есімде емес. Бірақ мына жерде бір мына жерде теріс болып шығады. Теріс болып шыққан кезінде біздің деген нәтижеміз көбейту сияқты келеді маған. Нақты есімде емес. Себебі мен арғы түрде көрдім. Яғни мен белгілерді көрген кезімде осы түрде көрген едім. Яғни мынандай үшбұрыш, онан кейін мынандай бар еді. Бұл жерде екеуі де жоқ. Яғни жауап бір шықса, осылай болатын шығар деп ойлаймын. Бұл жерде 10-шы сыныпта оқылуына тағы да бір қарау керек. Мен үйреткен кезінде стандарттық, международный стандарттық түрде үйретемін. Соның үшін бұған көп мән бермегенмін. Келесі сұрақты жалғастырып кетейік. Берілген HTML кодта тақырыптары жазылған тегіге табылмай қалған қатарды көрсетіңіз дейді. Тақырыптар жазылған тегі. H2 мына жерде P жабылған, P ашылған, BR, P жабылған. Body. Тақырыптар жазылған тегі жабылмай қалған. Бұл жерде оқушылар, көрермендер, оқушы болсаңызда, бұл жерде біздің H1, H2 болып кету керек. Яғни 6-7 болу керек. Неге десеңіз, HTML кодтарда деген біздерде тегтерді ашу білесіздер. Осылай болады. Мына жерде біздің тегіміз жазылады. Жақсы ма? Бұл деген H1 P болуы мүмкін. Ал жапқан кезімізде болса, әр ретінде мына белгіні қоюымыз керек. Бұған бөлу белгісі деп айтсаңыздар да болады. Бөлу белгісini қоюымыз керек. Дәл сол тегпен жабуымыз керек. Ал мына жерде көріп тұрғаныңыздай, мына жерде H1-де және мына жерде H2-де жабылмаған. Басқа BR-да болатын сияқты, себебі BR break деп айтылады. Яғни төменге түсу ретінде айтылады. P. Тек қана осы екеуінде шығар деп ойлаймын. Енді келесі сұрақ таңдаймыз. Программа фрагментінің нәтижесіндегі мәндер. Is computer is digit. Қазір. Print s is digit. Ал бұл деген функцияны көп қолданған жоқ. Len'дің ұзындығы, яғни бұл len дегеніміз s-тің ұзындығын, яғни length деген s-тің ұзындығын береді. Оны санасақ болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бос орында танаймыз. 10, 11 болып кетеді. Бұл жерде 11 бар. S қосылған 22, бұл жерде компьютер номер арт жағына doğru 22-ні қосып кетеді. Бұндай деген мүмкіндік бар. Ал print s is digit. Print s is digit. Бұл жерде деген false болатын сияқты. Яғни бұл бір цифр ма? Жоқ, цифр емес. Неге? Бұл бір жол себебі. Келесі сұрақ. Бұл жердегі теріс болып кетеді және көбейтілген берілген формуласы бойынша ақиқат кестесini құрыңыз дейді. Бұл ақиқат кестесini құру біздің деген не затқа байланысты, мына жерде көбейтуге байланысты. Бізге біріншіде, яғни A онсыз да берілген, теріс бұның өзі де берілген. Көбінесе сұрақтарда мысалы теріс бі берілмейді. Теріс бұны өзіміз табуымыз керек болады. Біз не істейміз? Бұл жерде табу үшін біз бірді, яғни A-дағы және B-дағы мәндерді көбейтеміз. 1 көбейту 0, 0 болады. 1 көбейту 1, 1 болады. 0 көбейту 0, 0, 0 көбейту 1, 0 болып кетеді. 0, 1, 0, 0 деген жауап болу керек. 0, 1, 0, 0. Неге 0, 1, 0, 0 болу керек? Бұл жерде көбейту 1 көбейту 1, 1 болады. 0 көбейту 0, 0 болады. Ондай бір жауап жоқ. 0, 1, 0. Мұны бар екен. Осыны таңдаймыз. 4 жауап екен деп ойлап қалғаным. Келесі сұрақ өтеміз.
Delikler koruna negizilген formalar şablonu жасауда web brauzerde қолдайтын forma şablonu жасауға болады. Осы код нәтижесінде алынатын бір жолды мәтін енгізу үрдістері. Form, login, PR, input, құпия сөз PR, директор деген шаблон жасап веб браузерді қолдайтын форма шаблон жасауы. Осы код нәтижесінде алынатын бір жолды мәтін енгізу үрдістері. Yani input бұл жерде. Бұл жерде login var. Аты login және құпия сөз деп келсек болады. Егер соны login дегеніміз, login, password дегеніміз құпия сөз болып кетеді. Басқа бір нәрсе қоспаған сияқты. Осы жауап жеткілікті. Келесі сұраққа өткен кезінде өту мүмкін емес. Тапсырмаларының аяғы дейді. Жақсы. Бұл жерде тестілеуді аяқтау деп мен қанша дұрыс жауапты ете аламды бір көргім келеді. Тек қана информатикадан керек маған. Жауап берген тапсырмалардың саны Қазақстан тарихы 20-20, информатика 6 қосу 2, бұл жерде 8 деп кетейік. Тестілеуді аяқтау. Ал енді бұл жерде болса нәтижемізге бір қарайық. Үміткерлердің жауабы 6-шы, бұл жерде қате жауап бергендерім 29 және 31, 6, 8, 9, 12, 20, 29, 31. Бұл жерде қате жауаптардың қай біреу екендігіне көріп болмайтын сияқты. Жақсы, жарайды, мен деген 35, яғни 34 алғаным жақсы екен деп ойлаймын.